Украинада сентябрьнын 11-ында террор эйлемлері себебінден әлі қолғанлар анала. Өлгелер арасында аз 12 Украин бар еді. Киевнын мерkezінде бұтын дүниедегі террор эйлемлері құрбанлары қатарасына қойылған абиде бар. Оның түбінде Нью-Йоркта виран етілген yüksek биналардан қалған Кульнен капсула. Сынған юрек үстінде есе 70 тілде язы. Ольдурме. Чешет елларда абиде янында акциялар кешірілді. Анда террор эйлемлері вақтында әлі қолған массум адамлар анылды ве террорчыларның әрекетлері такбих етілді. Пам'ятаю на экране дым вели. Ақылымда шу күні саба телевизорда балабан tutun көстерейділер. Шаштым, женг башлады деп белледім. Sonra bu mevzunu көзеттік. Пек ағыр мевзу еді. Шүкір женг олмады. Үміт етем ки, ойара яваш-яваш яхшы ола. Это первая мысль была такая, что, конечно, ужасно, когда мы живем просто так. Бірінші фіклерім яшаймыз, ішке қатнаймыз, ве бір кимсенен қарарынен әршей бір ана махветіле кебі еді. Пек чоқ дұйғылар, бойле олмамақ керек, дүниеда пек чоқ адам, ама бір-бірімізні йоқ әтмеме керекміз.